Қазақ елінің тәуелсіздікке қол жеткізуі ұлттық тарихымызды түгендеуге, болсымызды қалыптастыруға кең мүмкіндіктер ашты. Бабамыздан қалған асыл мұраны әрі өскелең ұрпаққа насихаттау қазіргі тәуелсіз мемлекет мұраттарының бірі. Не жақсы, не терісте алмаймын. Ол бәрін қамтитын феномен. Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді ақылсыз қылмақ одан да қиын. Уа жастар, біліммен, мінезбен, көп оқыса, зейінді болса, білімді болмақ. Ал мінезі жақсы бола ма, әлде жаман бола ма? Мұны Құдай біледі. Өзіне өзі қасқырша шауып отырған жұртта оқу өнер болмайды. Мен сендерге сенемін. Тірі болса алдымыз үлкен той. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзіне бөлек мемлекет болар. Жатпалық жастар, жатпалық, жасқанба жолың ашылсын, бақшасында халықтың болып тілің сайрасын. Садақа басың жампида, ең жаманы айдалсың, әр қамалға бір сауал болып бір заман айналсың. Кешегі дұшпан қаһарлы, ертең қор боп жайғалсың, ұраныңды шығармай, жас қазақтар қайдасың? Бұл сөзді біреу алмас, біреу алар, құлағын біреу салмас, біреу салар. Теп-тегіс көпке ұна емес, кейінне жарамаса, кейінне жарар. Қайсысы ықыласын салып тыңдап, жаратпай, қайсы бірі теріс қарар. Дүниеде сүйгенім бар, күйгенім бар, солардан аз да болса белгі қалар. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей кетпеймін. Жастар, бәрін барсың ба? Бармыз. Құрметті делегаттар, съезд делегаттары жиналғанша Міржақыптың Оян қазақ өлеңін өз даусымен айтып берсе деп сұраймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Айтсын, рухымыз көтерілсін. Осындай қуанышты күндері неге айтпасқа? Көзіңді аш, Оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жергетті дін нашарлап, халарам болып, қарағым енді жату жарамасты. Найзаменен түртсе де, жатырсың қазақ оянбай, мұнша қалын ұйқыны бердің бізге ой аллай. Бар мекен біздей ғафыл жұрт атырапқа көз салса. Көзі іскенше ұйқыға келе жатқан той алмай. Етемін үміт жастардан жана гүл шашқан бақшадай. Мұрадын оңай кім табар, жар салып жұртқа қақсамай. Халыққа жастар басшы бол, қараңғыда жетектеп. Терең судан өтерме, мың қойды серке бастамай. Бәрі келді, еңсемізді бір көтер жіберділер. О, әлекең келеді, көшбастар арысым осы. Көш бастаған еріміз, қуанышты еліміз, төбеміз көкке жеткенде арыстан келіңіз. Бәрі келдінің, өнерін өрге жүрсін. Бұл жас ақын кім болды? О, мынау қараңғы қазақ көгін жарып шығып кім болам дейтін алмас ақын Сұлтан Махмұт қой. Рахмет Махмұтыным, шығар биігің көп болсын. Достар, жолдастар, бүгінгі жиынымыздың мақсатын барлығымыз білеміз, түсініп те отырмыз. Ағайындар, алдымызда соқпақты мен бұралаң жолдары көп тарихи кезеңдер келе жатыр. Біз, қазақ халқы, басымыздан көптеген қиын кезеңдерді өткіздік. Енді алдымызда бейбіт өмір тосып тұрған сеземін. Сіз бұл жайында не ойлайсыз, Ахмет Байтұрсынұлы? Сіздің сөзіңізбен толықтай келісемін. Мен де жастарға сенемін. Біздің ұлдарымыз да, қыздарымыз да айтқаннан қайтпайтын, қайсар, ақылды, әрі білімді деп білемін. Қазір болмаса да, болашақта қазақ елі өз алдына жеке мемлекет болып,
бейбітшілікте, ынтымақта өмір сүретініне сенімім кәміл. Сөз Міржақып Дулатұлына беріледі. Осында отырған әр адаммен жеке сырласып көрдім. Бәрі оқыған, көзі ашық, ұл қыздар. Ертеңгі күні еліміздің мәртебесін арттыратыны сөзсіз. Осындай жастарымыз тұрғанда еліміздің ертеңі жеке мемлекет болып жатқанына кәміл сенімдімін. Жарайсыңдар жастарым. Еліміздің ертеңі сендердің қолдарыңда. Мағжан ақын айтқандай, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, Жолбарыстай қайратты, Қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, Сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған. көздегені көк аспан, Мен жастарға сенемін. Жіптей таза жібектер, сүттей таза жүректер. қасиетті тілекті, Мен жастарға сенемін.